келесі тақырып бізде мидағы норманы өсіру. Негізі қыздар еще ақша келеді мидағы нормаңызға қарай. Егер сіздің миыңыздағы норма, мысалы, өзіңіз бүйтіп айтасыз да, маған 100 000 да жетеді, или там 200 000 да жетеді десеңіз, сізге сол нормадағы ақшаны ғана табасыз. Мен айтам ғой қыздар, Алла тағала бұл дүниеде біздің ырзығымызды, ақшамызды, табысымызды бәрін шведский стол сияқты шашып тастаған. Адамдардың қолына беріп қойған. Мысалы, мен табысым қазір сіздерден алып отырмын, Алла тағала сіздердің қолдарыңызға менің ырзық несібемді беріп қойған. Енді мен сіздерден оны қалай алып жатырмын? Сіздерге пайдалы дүние беру арқылы. Мен сіздерге пайдалы болған кезде сіздер не істейсіздер? Маған төлеп жатсыздар. То есть сіздер маған ақшаны төлеген кезде, по сути, өздеріңізге төлеп жатсыздар, менен пайдалы үшін. То есть бізде не болады? Обмен болып жатыр. Мен сіздерге пайдалы дүние беріп жатырмын, уверенность беріп жатырмын, білім беріп жатырмын, керекті ақпараттарды беріп жатырмын, душевное спокойствие беріп жатырмын. Сіздер маған замен Аллахтың маған беріп қойған ақшасын ал, мынау сенің ақшаң деп беріп жатсыздар. Түсінікті ме? То есть, былайша айтқанда, біз Алладан бүйтіп, Алла тағала ақша бер деп бір ота беретін болсақ, Аллах айтуы мүмкін да. Маған айтуы мүмкін да. Парақшамда 160 000 подписчик бар ғой. Алсай солардың қолында тұр ғой, беріп қойдым ғой. Үйренсе қалай алуды? Түсініктіңіз? Вот логику понимаете, қыздар? Көп адамдар сөйтіп ойлайды. Алла тағала маған аспаннан жаудыра салады деп ойлайды. Жақтап сұрап ше. Айналасында жүреді адамдар, жүрдің бойында қабілеті бар, соны пайдаланбайды да. Сосын сөйтіп айналасындағы адамдарға пайдалы болу арқылы аламайды да. Оған миы жетпейді. Сосын жүреді, менде ақша жоқ, мен қарызбын, мен андаймын, мен мындаймын деп. Сен әрекет етсей, сен берсей, қоғамға бірдеме берсей, бер, сол кезде аласың. Енді қыздар, мидағы норманы өсіру жайлы айтайыншы. Осыдан бір 6-7 жыл бұрын қыздар, менің миымдағы, мысалы, куртка алатын менің норма, мысалы, мен үшін норма, мысалы, 5 000 теңге, 6 000 теңге, или там распродажа 3 000 теңгелік куртка алатын. Енді мен айтпаймын, ол дұрыс емес деп ше, но просто айтайын дегенім, сапасы жағын айтайыншы. Енді сапасы 6 000 теңге, 3 000 теңге қандай сапада куртка аламын? Естественно, Бішкек, Қытай, там базардағы распродажадағы куртканы алатын. Себебі менің миымдағы норма сол болатын. Сол кезде мен анандай торговый центрларға барам ғой, сол кезде нормальный курткалар 40 000-нан басталатын ғой. Сол кезде мен бүйтіп ішімнен ойлайтын, шіркін-ай, қашан бір күн келеді екен, когда мен 40 000 теңгенің курткасын, 4 000 теңгенің курткасын алғандай аламын деп сөйтіп айтатым ғой. Сол кезде мен, оказывается, өзім блок қойған екем да, это не для меня деп. Сол кезде мен өзіме сенімсіз болған, мен даже ойламаған ғой, что я так могу, я так умею деген. Ешкім маған еще ты можешь деп, мен құсап, өзім сіздерге берген білім беріп отырмын ғой. Соны бермеген, или мен ізденбеген просто. Понимаете, мен миымда сол өмір норма деп ойлаған ғой. Когда мен 3 000 теңге ме, 3 000 теңге, 6 000 ба, 6 000 теңге, базар ма, базар, распродажа ма, распродажа. Мен ойлаған ғой, значит, осы нормальный өмір. Бұдан басқа мынандай өмір бар деп ойламаған ғой. То есть мен андай, осындай біткен, мына жерден бүйтіп өстіп қана көріп жүрген ғой өмірді. Бүйтіп өзім шектеп алғам, мынаны былай алып тастап, өмір үлкен екен ғой, неше түрлі мүмкіндіктер бар екен ғой деп вообще ойламаған ғой, представляете, қыздар. Кейін мен мына нәрсені естедім де. Неге мен соншалықты бір 40 000 теңгенің курткасын, ойбай, мына бір қымбат куртка деп жүрмін. Нормально ғой. 40 000 куртка деп. Мен миыма не істедім, оны бір сверхъестественный қолды қойып, это нормально деп бере бастадым. То есть просто носить 40 000 теңгенің курткасын, это нормально деп миымды соған өсіре бастадым. Енді бірақ қыздар сразу, мысалы, 3 000 теңгенің киімін киіп жүрген адам никак сразу 40 000 теңгенің киім киіп кетпейді. Енді сол кездегі норманы айтып отырмын. Қазір альхамдулилля 100 000, 200 000 теңгенің курткасын аямай ала салатын болдым. Альхамдулилля, қыздар. То есть для меня уже норма, когда мен 100 000-дап куртка ала берем, да? Понимаете? 200 000-дап. Это для меня уже норма. Понимаете, қыздар? Бірақ бір кезде маған біреу айтса, сен кейін 100 000, 200 000 курткасын алатын десе, мен шошып кетушім да. Ол маған норма болған. Это не нормально же деп айтушым. Это же дорого деп айтушым. А қазір мен түсінем, что дорого, дешево деген понятие жоқ, қыздар. Сапалы, сапасыз, қажет емес, пайдалы, пайдасыз деген понятие бар. Түсінікті ме? Нужно, не нужно, полезно, не полезно,
качественно, некачественно деген. То есть мен қазір любой нәрсені солай бағалаймын. Маған керек па, керек емес па? Пайдалы ма, пайдасыз ба? Құн сапалы ма, сапасыз ба? Болды. Осы 3 критериймен бағалаймын. Егер пайдалы болса, сапалы болса, керек болса, все болды, алам. Мен уже бағасына қарамаймын. Түсіндің ме? И білімді де солай аламын. Осы 3 критериймен бағалау керек та. А бізде қазір бағасына қарайды бірінші. Ойлайды да, қымбат болса бәрі нормально деп ойлайды. Қымбат па? Или там арзан болса уже не нормально деп ойлайды. Өтірік айтпай ақ қой, мысалы кейде қыздар мен арзанда куртка ала саламын. Бірақ мен сапасына қараймын да, уже ажырата аласың ғой. Кейде болады, мысалы реально сапалы дүниелер арзан тұрады. Қараймын, так сапалы ма, ыңғайлы ма, пайдалы ма, қажет па? Все болды, бағасына қарамай ала саласың. Енді мидағы норманы өсіру үшін қыздар мынандай нәрсе істеу керек екен. Ми біздің всегда резкий скачоктардан қорқады. Яғни сіз жаңағыдай 10 000 теңгенің күрткісін киіп жүріп, резко миллионның или там миллион демей қойшы жарайды, 200 000 күрткісін алып кететін. Естественно, сіздің миыңызда шок болады, сопротивление болады, құсасыз, жылайсыз, там быт-шыт боласыз, ұрсасыз, там миыңыз быт-шыт болып кетеді. Сол үшін ақырын өсіру керек. Мысалы, қазір 10 000 теңгенің затын алып жүрсіз, бірақ сізге ұнаған дүние мысалы 20 000 теңге болса, ақырын 15 000-ның затын алыңыз. Миыңызға ақырын норманы көрсетіңіз. Ми уже 15 000-ға үйренген кезде, ми ақырын аржағында 20-ға да үйренеді. Осы жақындандай бір қызық болды. Касса ойнайықшы дедік қыздар. Мынандай бір орта бар да қыздар, андай успешный, мышлениясын бәрін өзгертіп алған, өздерінің бір сүйікті ісі бар, айлық табыстары бар. Сондай бір орта бар да бізде араласатын. Сосын сол қыздар біз просто жиналып тұрғымыз келді. Личный повод да, сосын айттық, қыздар, давайте касса ойнайық. Давайте ойнайық. Зато айына бір рет жиналамыз, завтрак ішеміз, әңгімелесеміз, обмен опытан болады, білім бөлісеміз. Негізі айтады ғой, қыздар, адам өзгеру үшін айналасындағы ортасын өзгерту керек деп. Сенің айналаңдағы 5 адам миллионер болса, сен автоматически 6-сы сен боласың. Сенің араласып жүрген ортаңда неудачник болса, 5-еу, сен 6-сы боласың. Сенің айналаңдағы араласып жүрген адамдар, там білмеймін, дүние қоңыз болса, 6-сы сен боласың. То есть всегда айналаңыздағы адамдарға қараңыздар, қандай адамдармен араласып жүрсіңіздер. Егер ол сіздерді өзгертетін, білім алып жатқан, сөздері дұрыс, өздері өзгеріп жатқан орта болмаса, старайтесь басқа орта іздеп табуға. Сонан кейін орта сізге келмейді, сіз ортаға келесіз. Понимаете, қыздар, сіздер іздесеңіздер, Алла тағала ниеттеріңізге қарай береді. Сіздер өздеріңіз өзгеріп бастасаңыздар, енді қызық. Содан, давайте ойнайық. Давайте 50 000-нан ойнайық. Енді 50 000 10 қыз жиналғанда 500 000 тоже нормально ақша. Содан ана жерде кезігеміз, отырамыз, сондықтан ана жерде бір қыз айтады, қыздар, 50 000 бар жерде 100 000 бар. Немене мелочь етіп 50 000 ойнау? Давайте 100 000-нан ойнайық дейміз. Ойлаңызшы, бір алғанда сен миллион теңге алып кетесің да. Сонда біз ойладық та, не шынымен де деймін да, неге бүйтіп миллион, 50 000 деп жүр, 50 000 бар жерде, 100 000 де бар да, біздің миымыз уже резко ана жерде кетірді ғой. Сосын ана жерде бір қыз сол күні завтракқа келмей қалады, сосын айтамыз. Короче, Айгүля, мына жерде 100 000-нан лақтырайық деп атымыз. 100 000? Басында ол шок болып қалды ше. Ол, видимо, оған дайын емес болған. Бірақ та, давайте ойнайық, тәуекел. Сонымен барсам айтады, Самира, білесің бе дейді. Прикинь, ана жерде 100 000 деген кезде басында менде сопротивление болды. Содан мында менде қосылып кетті ғой дейді. Так, жоқ, мен табам оны. Басында мынандай ой, шайтан бүйтіп ой салады дейді. Ойнамай-ақ қойсашы, 100 000-ды қалай табасың деген ой келді. Сосын мен Аллаға жаңағы вертикальная наглость болсын дейді. Так, Айгүл, давай, осы уақытқа дейін қандай қабілеттерін шығармадың? Так, клиенттеріңе не ұсыналасың тағы? Уже миым істеп кетті дейді ана жерде. То есть мидағы норманы өсіру деген осы екен да. Когда сен планканы былай жоғары көтерген сайын, сенің миыңдағы нейрондар жыбырлап ояна бастайды да. Сен уже жан-жаңа мынаны кетіре бастайсың, мынаны кетіресің де, жан-жаңа былай қарай бастайсыз. Түсінікті ме? Сол үшін қыздар постепенно мидағы норманы өсіріңіздер, ортаны өсіріңіздер, өзіңізге қоятын талапты өсіріңіз. Мысалы, қазір айына 200 000 тапсаң, айтыңыз, так, мен енді 300 000 табу үшін не істей аламын? 300 000 тауып жүрсеңіз, так, мен 400 000 табу үшін не істей аламын деп, сөйтіп миыңызға ақырын планканы қойып өсіретін болсаңыз, сол кезде сізде всегда миыңыз не болады? Жақсы идеялармен занят болады. Қайтсем, сіз уже не до других боласыз.
Свободное время, қыздар, свободное время – это свободные мысли. Свободные мысли – ол шайтанның торы. Сол үшін старайтесь всегда миыңызға бір задачаларды қойып жүруге. Мен СМАНда істеген 2 баланы білем да. И сол балалардың жаңағы несін білем, историясын білем. Сонда ана бала айтады да, мен СМАНға просто рабочий болып кірдім де, генеральный директордың дәрежесіне дейін көтерілдім дейді. Оған маған пайдасы деген менің кезінде көп оқыған кітаптарым, білімім дейді. Жаңағы еңбекқорлығым дейді. Мамам екеуміз базарда диск сататынбыз, мама көмектесіп жүретім жаңағы. Үшін мамасы оны еңбекке баулып өсірген ғой. Содан дейді, енді мен сондай бір жетістікке жеттім дейді. Мен зарплатым бар, стабильная, астымда машинем бар, күшті үйім бар дейді. Жұмысқа келсем келем, келмесем келмей қойма болады, уже бүкіл Европаны аралап салам. Рахат өмір дейді. Бірақ мен мынандай ловушканы түсіндім дейді. Мен оказывается мидағы нормам тоқтап қалған екен дейді. Мен уже миым ана деградацияға кетіп жатыр дейді. Все болды, жеттім, болдым, тойым деп мен потолокқа тіреліп алып жатырмын екен дейді. Сол кезде мен соны түсінген кезде мен не істедім дейді. Ана компаниядан уволиться етіп кеттім дейді. Не үшін? Мына опытымды алып басқа жаққа салып с нуля қайтадан көтерілу үшін. Представьте, ана бала миын просто так расслабиться етіп жіберіп қоймайды да. Бүгін болды, бүгін менде бәрі бар, бүгін тамағым бар, киімім бар деп ол просто жатқан жоқ та. Даже киім бар болған күннің өзінде де оған өзінің потенциалын постоянно шығарып, өзіне бірдеме доказать етіп отыр. Ол соған еркек ретінде ол өзіне доказать етіп жатыр, понимаете, қыздар? То есть біздің Алла тағала бізді адам ретінде жаратқан кезде біздің мына миымыз функционировать етсін, чувствамызбен, бәрімізбен денеміз функционировать етсін деп жаратты да. Былайша айтқан кезде адам тоқтап қалған кезде ол не істеді? Ол деградацияға ұшырады, кері кете бастайды. Всегда движение должна быть, кровь, қан айналып тұру керек. Қан тоқтаса біз өлеміз. Су айналып тұру керек, су тоқтаса сасиды. Миымыз всегда жұмыс жасап тұру керек. То есть мына жерде миың вообще демалтыртпа деген сөз емес, но в плане роста. Біздің миымыз всегда цель қойып, сол успехқа жетудің жолында жүретін болсақ, қыздар, біз біреудің өмірін обсуждать ететін, біреуге тиісетін, біреудің хақысына кіретін, жертва болып отыратын, күйеуді аңдайтын бізде уақыт болмайды просто. Понимаете, қыздар? Сол үшін қазір ана саусақты бүйтіп шошайтуды қойып, өздеріңізге қарап қойыңыздар. Так, что я могу? Қандай цель қойсам болады мен өмірде? Так, мен қай жерде тоқтап қалдым? Мына точкамды қалай былай өшірем? Сол бағытта білім алып бастаңыздар, дамып бастаңыздар. Никада. Мысалы, хотя бы кітап оқып бастаңыздар. Мынандай бір кітап сатып алыңыз, барыңыз Меломанға. Менен сұрамаңыздар, қандай кітап жақсы деп. Меломанға барыңыз, ашып көріңіз. Біреуге шрифт ұнамайды, біреуге стиль ұнамайды, біреуге тіл ұнамайды, біреуге там дизайн ұнамайды. Өзіңіздің кітабыңызды тауып алыңыз да, бүйтіп айтыңыз. Так, мен күніне хотя бы 5 бет кітап оқимын деп өзіңізге цель қойыңыз. Сосын прям галочка қойып отырыңыз. Мен мысалы күніне 20 бет оқимын деп өзіме, потому что менде көп уақыт болмайды. Өзіме қойып қойдым. Мысалы бір кітап аламын да, так мен күніне хотя бы 20 бет оқимын. Так, бүгін 20 бет оқыдым да, все, молодец, Санира, умничка деймін да. Еще оқып отырған кезде мынадай маркермен былай белгілеп отырамын. Тоже кітап оқығанда күшті көмектеседі. Сіз ана закреплять етіп отырсың да оқыған нәрсе. Ертең алам да таңертең таң намазынан кейін там Құраныңды оқисың, айтасың, так, Санира, давай, тағы 20 бет оқып сақ. Все, 40 бет оқыдым. Молодец, галочка қойдым. Сөйтіп өздеріңізді кітап оқуға приучать етіңіздер, қыздар. Потому что у богатых людей дома книги дейді, дома много книг дейді, у бедных людей телевизоры дейді. Бай болғыларыңыз келе ме, табысты болғыларыңыз келе ме, өмірде жетістікке жеткілеріңізге кітап оқыңыздар. Кино көрген адам, сериал көрген адам, ол только деградирует. Ол, значит, сен біреудің өміріне қызығып қарап отырсың да. Понимаете?